Келесі 896 есебіміз. Дөңгелекте 3 радиус жүргізіп, 3 сектор алынды. Осы секторлардың бұрыштарының барлығы сүйір бұрыш болады. Жалпы бізде дөңгелегіміз 360 градус, 360 градусты. Енді осыны теңдей 3 бөлікке бөліп алайықшы. Сонда әрқайсысы 120 градустан түседі. Енді бірінші сұраққа жауап берейік. Барлығы сүйір болуы мүмкін ба дейді. Ол бізде 120 градустан болады. Ал 120 градус деп отқанымыз ол сүйір бұрыш емес. Ал сүйір бұрыштан алатын болсақ, ол 360 градусқа жетпей қалады. Тағы бір төртінші бөлікке бөлу керек болып қалады. Сондықтан да мүмкін емес екен бірінші жағдай. Емес. Келесінде барлығы доғал. Доғал бұрыш дегеніміз, яғни 90 градустан жоғары бұрыштар. Яғни бізде 120 градустан қойсақ болады деген сөз. Сонда мүмкін екен. Мүмкін болады, олар 120 градустан болады екен. Келесі үшіншісі, барлығы жазыңқы болуы мүмкін бе дейді. Жазыңқы бұрыш деп отқанымыз 180 градустан тұратын бұрыш. Енді осыдан үшеуін алатын болсақ, ол бізде 540 градусқа тең болып кетеді. Ал 540 деп отқанымыз біздің 360 градусымызға тең емес қой. Сондықтан да бұл болмайды екен. Мүмкін емес болады. Келесі 897 есебіміз. Дөңгелек 3 секторға бөлінген. Бір сектордың бұрышы доғал, екінші сектордың бұрышы жазыңқы екені белгілі. Үшінші сектордың бұрышы сүйір бұрыш болуы мүмкін бе дейді. 360 градус жаппай, содан азайтып тастайық, біздіңкі біреуі жазыңқы бұрыш болсын. Ол бізде 180 градусқа тең. Азайтсақ 180 градустың өзі. Яғни осы 180 градус доғал немесе сүйір болуы мүмкін бе деп сұрапты бірінші жағдайда. Бірі доғал болатын болса, екіншісі міндетті түрде ол сүйір бұрыш болады. Сондықтан да біріншісі мүмкін екен. Ал екінші жағдай бойынша бірі 180 градустың бірі доғал немесе тік болуы мүмкін бе дейді. Олай болмайды, тік деп отқанымыз 90 градус, бізде 180 градустан 90 градус азайтып тастайтын болсақ, не тік бұрыш болып шығу керек қайтадан тік бұрыш болып шығу керек. Сондықтан да бұл мүмкін емес болады екен. Ал үшінші жағдайда бірі доғал, екіншісі доғал. Яғни екеуі бірдей 180 градусымыз доғал бұрыш жасай алмайды екен. Сондықтан да мүмкін емес. Келесі 898 есебіміз. Біреуінің бұрышы екіншінің бұрышынан 60 градусқа артық болатындай дөңгелек екі секторға бөлінген дейді. Екі секторға бөлінген, біріншісін x қосылған 60 десек, ал екіншісі x-қа тең болады. Яғни біріншіне қарағанда 60 градусқа артық. Енді әр сектордың бұрышын табыңыздар дейді. Екі сектордың қосындысы 360 градусқа тең. Сонда бірінші сектор мен екінші сектордың қосындысын алайық, оны 360 градусқа теңестірейік. Сонда x табайық осы жерде. 2x дегеніміз 360 градустан 60 градусты азайтатын болсақ, 300 градусқа тең. X-тен сонда бөліп жіберетін болсақ 150 градусқа тең. Яғни x-іміз 150 градусқа тең. Яғни екінші секторымыз 150 градусқа тең болып тұр. Ал бірінші секторды табу үшін x-ке 60 қосамыз, яғни 150-ге градусқа қосамыз 60 градусты. Оның нәтижесі 210 градусқа тең болады. Сонда 150 градус, 210 градус болып екі сектордан құралған бұрыштар екен. Келесі 899 есебіміз. Дөңгелек 3 секторға бөлінген. Оның екі секторының бұрышы бірдей. Сонда бірінші және екінші сектор бірдей дейміз да, оны x деп өрнектейік. Енді ал үшінші бұрышы осы бұрыштардың әрқайсынан 2 есе артық. Сонда үшіншісі 2x дейміз. Енді осы сектордың бұрышы неге тең дедік? Қандай бұрыштар шықты? Бірінші және екінші секторларды x деп өрнектедік. Қосамыз үшінші сектор. Тең дейміз. Барлығы бізде 360 градусқа тең. Сонда қосатын болсақ 4x болады. 4x-ті
бөлеміз 360-ға. 360 градусқа теңестірдік. Сонда x-іміз тең болады. 360-ты бөлеміз 4-ке 90 градустан. Сонда бірінші және екінші секторларымыз 90 градустан болып тұрды. Ал үшінші секторда 90-ды көбейтеміз 2-ге. Ол сонда 180 градусқа тең болып тұр. Сонда біріншісі тік бұрыш, екіншісі жазыңқы бұрыш болған екен. Бірінші және екінші тік бұрыш, жазыңқы бұрыш. Келесі екіншісін шығарайық. Дөңгелек бір секторының бұрышы 50 градусқа тең. Яғни бірінші секторы 50 градусқа тең екен. Оны белгілеп сызып көрсетейік. Центрінен бастайық. Бұлай болатын болса, сізде трансформатор көмегі арқылы шығарыңыздар. Бізде 50 градус дейді. Яғни аралығымыз 50 градусқа тең. Екіншісі одан 2 есе артық дейді. 50-ді көбейтеміз 2-ге. Сонда ол 100 градусқа тең. Енді 100 градусты өрнектеп алайық. Мына бір аралықты 100 градус деп белгіледім ал. 100 градусқа тең. Ал енді үшінші секторымыз, үшінші бұрышы екіншісінен 20-ға кем дейді. Сонда үшіншісі 100-ден 20-ға кем болатын болса, ол 80 градусқа тең болады. Яғни аралығымыз 80 градусқа тең деп белгілеп алайын. Енді төртінші сектордың бұрышының өлшемдері. Енді трансформатор арқылы дәл осы градустық өлшемдерді өлшейтін болсаңыздар тура шығады. Мен трансформатор арқылы өрнектемегендіктен есептеп көрсетейін. Яғни төртінші бұрыш дегеніміз ол жалпы бізде 360 градусқа тең. 360 градустан азайтамын 50 градус қосылған 100 градус қосылған 80 градусты. Сонда тең болады 360 градустан 230 градустан азайтады 130 градусқа тең болады. Яғни төртінші секторымыз 130 градусқа тең екен. Енді үшіншісін шығарайық. Екі бұрышы 175 градус құрайтындай етіп, шеңбер 4 секторға бөлінген. Яғни бірінші және екінші бұрышын қосындысы 175 градусқа тең болсын. Енді қалған екі сектордың бұрыштары тақ сандар болса, осы екі тақ сандардың бұрыштарын табыңыздар дейді. Бізде жалпы 360 градусқа тең, 360 градустан азайтайық, екі бұрыштың қосындысы 175 градусқа тең болады. Нәтижесі 185 градус отыр. Яғни бұл 185 градус деп отқан үшінші және төртінші секторлардың қосындысы. Енді осы екі қосынды, екі сектор бізде тақ сандар болу мүмкін бе дейді. Бізде 185 деген сан ешқандай екі тақ санның қосындысы бола алмайды. Сондықтан да бұл бір сектор жұп болады, бір секторымыз тақ болады. Сондықтан да бұл мүмкін емес болады екен. Бұл жұп пен тақтың қосындысы болады екен. Келесі 901-ші есебіміз. Төрт бұрыш пен қастан көлдерінің өлшемдері көрсетілген. Қызыл түспен алакөл, мынау алакөл екен, сары түспен зайсан, көк түспен теңіз көлдерінің мөлшерлері берілген. Осы көлдердің ең үлкені, ең кішісін атаңыздар дейді. Біріншісі ең үлкені қызылмен өрнектелген, ұзын болып көрініп тұр, ол бізде алакөл болады. Ал ең кішісі көкпен өрнектелген, ол бізде теңіз көлі екен. Келесі мектеп жайында аққайын, емен, қарағай өседі. Қызыл түспен аққайын, көк түспен қарағай, сары түспен емен көрсетілген. Ең биік талды атаңыз дейді. 902-де ең биік тал, ең ұзыны қызыл түспен көрсетілген аққайын болады екен.